Қаралпастан азаматларын ядына салғым келеді. Кім азатлық дейтұғын болса, Қазақстанда да, Россияда да, Қырғызстанда да, Есенгінің ішінде Қаралпастанға қорғау жоқ та. Соның үшін кім азатлық дейтұғын болса, Европаға жету керек. Европада 100 Қаралпақ жиналса, Қаралпастанның машқаласы бұннан да бетер көтеріліп, Қаралпастан низам талабында азатлық алады. Білемен, әрбіріңіздің жанып күйіп отырғаныңызды да, бірақ күресу үшін Европаға келу керек. Әммеда тіл үйрену керек, оқу керек, талап ету керек та. Ассаламу алейкум ағайындар. Міне Өзбекстанда, міне Қаралпақстанның адамдарының үстінен сот басталды. Бұл еле Өзбекстан масқара болады да, бұл. Масқара болады, масқара болғанда жүдә ауыр жағдайда масқара болады да. Бұл жерде Дәулетмұрат Тәжімұратовты айыптайман деп, мына Өзбекстанның президентінің өзі айыпталып қалады. Ассаламу алейкум ағайындар. Мына Твиттерға кіріп, жігітлер міне әмме жазу керек та. Твиттерде әмме жердің елшілері отырыпты. Бұлардың бәрі Қаралпақстанның айтқан халқының пікіріне мүтәж да. Соның ішінде орысша білетұғын балалар, Твиттерден хабары бар жігіт қызлар Твиттерге кіріп, бар хақиқатлықты жазу керек. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, әзіргі қамақтағы адамдардың кім адвокат екен дани мағлұматын жинауымыз керек. Кім қайсы адамды қорғады, емесі қорғамады. Соны анықтауымыз керек. Ассаламу алейкум ағайындар. Ассаламу алейкум халқым. Бұл сот сахналастырылғанда, себебі бұларды барлық сот көрсетпей беріп отырған адамдардың бәрін мына сәубетлерінде қарасаңдар, мойынлайсан ба дейді, ауа дейді барлығын. Бұлар жеңілдік береміз деп, бұлардың көпшілігін алдап, Дәулетмұрат Тәжімұратовқа, тағы басқаларға көрсетпей бергізіп жатырыпты да. Бұған ітібар беруіңіз керек. Енді әмме Қаралпақша білесіздер, орысша білетін адамдар сол әрбір видеоны орысшаға аудару керек та, себебі дүние жүзі қарап отырыпты. Орысшаға аударып, біздерге электронды поштаға жіберсеңдер, бізде бұлардың барлығын тиісті орынларға жеткереміз. Әрбір нені видеоны мынандай қылып, мазмұны мынандай деп орысшаға переводлау керек та, себебі әмме адам көру керек, не айтып жатырғанын. Дәулетмұрат не айтып жатырыпты, Азамат Тұрдан не айтып жатырыпты, сот не деп жатырыпты, прокурор не деп жатырыпты, бұлардың бәрін айту керек. Кейінен осы группада правозащитниклер бар да, активистлер бар. Бұлардың да вазипасы уақияларды айтқан уақиялар бойынша хронология істеу керек та. Қашан, қай уақытта қандай уақия болды, бәріне анықтық кірту керек. Ассаламу алейкум ағайындар. Мына жерде міне 22 адам сотқа қатынасып жатырыпты, соның 14-і барлық айыпты мойнына алып тұрыпты да. Бұл жерде бұлардың бәрін 10 жылдан төмен жағдайда, 10 жылдан төмен болмаған жағдайда қамаққа жібереді. Бұларды алдап тұрыпты да. Мәселен, мына Азамат Тұрдановтың көрсетпесі, басқа да мына бәрін мойындайсан ба дейді ғой, ауа толық мойындайман деген адамдардың бәріне 10 жылдан кем болмаған жаза арттырып жібереді. Бұл адамларды алдап тұрыпты. Бұны ағайын туысқанларына жеткеру керек. Бұл адвокатлар, прокурорлар, сотлар, бұл Ташкенттің шайтан ұрғашылары адамдарды алдап жатырыпты. Әзірде міне мәселен международный правозащитный ұйымдардың адамдар айтып жатырыпты, адамның басында миы болу керек қой депті. Бұл сот деген ойын емес қой. Бұлардың бәрін дүние жүзіне көрсетіп, бұларды айыбын мойнына мінекей қойдық деп жыл кешіп жібереді бұлардың бәріне. Соның үшін ағайындар бұл хабарды әммеге жеткеруге әрекет етің ағайындар. Ассаламу алейкум ағайындар. Міне мәселен соттың барысы мәселесінде де бұл жерде керісінше бұлар мына мойнына таяқпенен сабап қойған нелердің бәрін қанша мәрте сабаған осындай сотта айту керек та. Мені мынандай қылды деп не. Бұлар наоборот жаңағы бұлардың хилесіне жығылып тұрыпты да. Мәселен жаңағы Азамат Тұрдановтың інісі Саламат Тұрдановтың аяғын сындырды ғой. Мына Бақтияр Қадырбергеновтің аяғын сындырып қойды ғой. Саламат Қалилаевтың аяғына гранатометпен атып тізесіне дейін кесіп қойды ғой. Барлық зұлым көрген нәрсесін осындай қайта ашық телевидениеде айту керек та бұлар не. Мынандай қылды біздерді, мынандай уақытта мені қамады, мынандай болды, мынандай жағдайларды өттім деп та. Мойныма алмай не қыламан деп айту керек. Ертең мойнына алғаннан кейін пайдасы жоқ. Жыл кесіп жібереді, сондан кейін шырылдағаны пайдасы жоқ ешқайсысына не. Бір тиын пайдасы жоқ ешқайсысына. Операция жазған жағдайда айтады, мына неде мынандай болды деп. Мені алдат дегенге адам сенеме мәселе. Бұлардың шайтанлығын дүние жүзі сенеме халқым. Соның үшін де бұған ітібарлы болмаса болмайды халқым.
Дәулетмұрат Тажымұратовты айту керек. Мені мәселе мені бірінші күні ұстап әкеттіңдер деп та. Мені мынандай қылып, мынандай жерде пәлен адам сабады деп та. Екінші күні мынандай уақытта мені мынандай жағдайда алып кетті. Мынандай қылды, мынандай қылды, мынандай қылды деп бәрін айту керек та. Неше мәрте таяқ жеген бәрін осындай неде открытый телевидениеде айтып пайдалану керек қой. Қалғанларым сондай да. Осы нәрсені айтпаса пайдасы жоқ қой. Осы хабарды ағайындар мына туған туысқандарына жеткерін, кімнің байланысы бар болатын болса. Бұлардың бәрі соны айтпаса болмайды. Ассалаумағалейкум ағайындар, мына жерде біреу